Ұятта болса айтайын, ол сөздің ұяты жоқ. Женский прокладканы алғанда, как жаңағы издевательство ғой бұл деген. Алғанда айнасына шаптап кеткен. Айтамайды екен. Бір жерін істеп аңдар деп тұр ғой. Ана көшеге түсіп кетті. Осы көшеде жүрміз, кеш айланып. Ана көшеде жүрміз. Қорғыш Қызылқайрат ауылы бір айда 22-ге ұрлық түсті деп шағым айтып отыр. Қазір міне халықтың өзі учаскелік полицияға көмектесеміз деп рейдқа шығып жүр. Өйткені енді олар ауыл тұрғындарының сөзінше жергілікті полицияның жұмысы әлсіз, сол себепті бір ауылға, бір көшеге осындай ұры-қары жиі түсіп жатыр дейді. Балалардың бәрі жаяу келе жатады. Әрқайсы балада сотка, телефон, соны ұрлау мақсатында любой баланы бас салып өлтіріп кетсе де кім жауап береді айтыңызшы. Бәріміз соған қорқамыз. Ақша құрсын, дүние құрсын. Өмір маңызды ғой, ұрпағымыз маңызды. Міне осы бір ай болды, біздің енді ауылдың өзі еште менің балам 2 күн болды рейдке шығамын деп кетеді. Мен айтамын, неңің бар? Сен бірақ не істей аласың? Сен қарның да жоқ. Сен қызметке жүру керек, участковый жүру керек. Участковый самозащита деп ол өзін қорғайды. Алдына сонда біреудің қолынан өліп қала ма? Вообще халық Ауырып қалдым мен, бірақ балабақшаны, мектептерді жағалап жүрген жоқ. Құдай ай. Мен сізді бір жеті бұрын айтқан жоқ, мен сіз көрген жоқпын. жаман жерге келмейді.